Сәлеметсіздер ме? Бұл бізде физика кабинеті. Физика кабинетінде 9 оқушыға арналған арнайы 9 парта бар, 9 орындық бар. Мұғалімнің жұмыс жасауына арналған арнайы жұмыс үстелі бар. Физика кабинетіне арналған арнайы қауіпсіздік ережесінің бұрышы бар, кабинет құжаттары бар, және де сынып бұрышы орналастырылған. Физика кабинетінде арнайы 8 сынып оқушыларына арналған жылу мөлшері, электр тоғы тақырыптарына арналған арнайы стенд бар. Физика бөліміне, механика бөліміне және молекулалық физика бөліміне арналған формулалар жинағы қойылған стенд бар. Және де 7 сынып оқушылары үшін физикалық шамаларды өлшеу, аспаптың бөлік құнын анықтауға арналған жұмыс пен қуат, механикалық жұмыс тақырыбына арналған арнайы стенд бар. Физика кабинетінде есеп шығару кезінде пайдалануға арналған арнайы еселік және үлестік бірліктердің бұрышы қойылған. Сонымен қатар электромагниттік сәуле шкаласы оқушыларға күнделікті көру үшін қойылған. Сонымен қатар физика кабинетіне арнайы зертханалық жұмыстарды орындау барысында қолдануға арналған қарапайым негізгі физикалық құралдар бар. Динамометр, мектеп таразысы, паскаль шары, магнит, амперметр, вольтметрлер, реостат, электромагниттер, жалпы физика сабағында қолданылатын көрнекі құралдар ретінде оқушыларға арнайылап көрсетіліп беріледі.